Баршаңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода манта варкасыз сковородкада дайындалатын мантының рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен мантының қамырын дайындаймыз. Ол үшін 1 стакан су, 1 шай қасық тұз және де ұнымызды шетінен салып отырып қамыр илейміз. Және де шамалы сұйық май құямыз. Бізде қамыр өте жұмсақ болып шығу үшін шамалы сұйық май құямыз. Енді жақсылап қамырымызды илейміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ, өте әдемі қамыр шықты. Бетін жауып демалдырып қоямыз. Ол уақытта салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен картоп, асқабақ, пияз және де сәбіз қажет болады. Ең алдымен картоптарымызды осылайынан 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Келесі кәдімгі жылқы фаршы немесе сиыр фаршынан қосамыз. 1 дана пиязымызды майдалап тураймыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. 1 дана пиязымызды майдалап турап қосамыз. Келесі кәдімгі асқабақтан турап қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Бірақ енді қалауыңыз бойынша, егерде болмаса, қосудың қажеті жоқ. Міне барлығын турап дайындап алдық. Енді дәміне қарай тұз қосамыз және де қара бұрыштан шамалы қосып, егерде үйде айран немесе сүт болса, осылайынан 2-3 қасықтан қоссаңыздар болады. Сол кезде біздің салмамыз өте сочный болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Келесі қамырымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай формаға келтіріп аламыз. Қамырды көз мөлшермен видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші өлшеп аламыз. Содан кейін барлығын бірдей етіп кесіп аламыз және де осындай домалақ етіп форма жасаймыз. Менде осы қамырдан 12 дана қамыр шықты. Мінекей осылайынан барлығын домалатып шығамыз. Қамырларымыздың барлығын жасап алдық. Енді бетін осындай полотенцамен жауып қоямыз. Көп кетпеуі қажет. Енді бірінші қамырымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай домалақ етіп жайып аламыз. Өте жұқа етіп жаймаңыздар, орташа етіп жайсаңыздар жеткілікті. Енді кез келген осындай кесеге видеодағыдай қамырымызды орналастырып, ішіне 2 қасықтай салмамызды саламыз және де видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің мантымызды түйетін боламыз. Міне видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Мінекей осылайынан барлығын жасап шығамыз. Енді табамызды қыздырып, сұйық майымызды құямыз. Май қызғаннан кейін 1 дана пиязымызды майдалап турап, қызарғанша қуырып аламыз. Келесі 2 дана сәбізді үкіштен өткізіп, осылай табамызға салып, үстінен тұзымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Сіздерде үйлеріңізде қызанақ немесе болгар бұрышы болса, майдалап турап қоссаңыздар болады. Енді 1 ас қасықтай томат пастасынан қосып, жақсылап қуырамыз. Енді мантыларымызды табаға орналастырып шығамыз. Менде 12 дана шықты. Ең алдымен 6 данасын бөлек пісіріп алдым. Кейінгісін 6-ын бөлек пісіріп алдым. Мінекей осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай орналастырамыз. Және де кәдімгі судан құямыз. Міне осындай тереңдікте болып тұру керек. Енді бетін жауып қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып,
жарты сағат 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің мантыларымыз толықтай пісіп шықты. Енді қарасаңыздар, өте оңай жасалады және де ешқандай да мантоварканы қажет етпейді. Піскен мантыларымызды осылайынан тарелкаға орналастырып, қасына шамалы подливтен салмасынан саламыз, және де түбінде қалған подливке тағы да шамалы су құйып, қалған мантыларымызды бөлек пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің мантыларымыз дайын болды. Енді бетіне қалауыңыз бойынша укроп сепсеңіздер болады. Енді дәмі күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез уақытта дайын болады. Құрметті менің көрермендерім, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.